Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 76-шы сабақ. Төрт түлік туралы жырлар. 6-шы тарау салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Малдың баласын сүюі, қой сүйеді баласын қоңырым деп, ештеңені білмейтін момыным деп, сиыр сүйеді баласын торпағым деп, қараңғыға баспаған қорқағым деп, түйе сүйеді баласын боташым деп, жаудыраған көзіңнен тоташым деп, ешкі сүйеді баласын лағым деп, тастан тасқа секірген шынағым деп, жылқы сүйеді баласын құлыным деп, тұлпар болып жүгірер жұлыным деп. Әр жануар және мал өз баласын қалай сүйеді екен? Қойдың төлі, яғни баласы қозы. Қой қозысын қоңырым деп жақсы көреді екен. Ештеңені білмейтін жуасым дейді екен. Сиырдың төлі, яғни баласы бұзау деп атайды. Сиыр бұзауын торпағым деп еркелетеді екен. Қараңғыға бармайтын қорқағым дейді екен. Түйенің төлі, яғни баласы бота деп аталады. Түйе ботасын боташым деп еркелетеді екен. Мөлдіреген көзіңнен айналайын тоташым деп еркелетеді екен. Ешкінің төлі, яғни баласы лақ деп аталады. Ешкі лағым, шынағым деп еркелетеді екен. Тастан тасқа секірген шынағым дейді екен. Жылқының төлі, яғни баласы құлын деп аталады. Жылқы құлынын құлыным деп еркелетеді екен. Тұлпар болып жүгіретін жұлыным деп еркелетеді екен. Көрдіңдер ме оқушылар, малдар төлдерін қалай жақсы көреді екен? Сендерді де әкелерің, аналарың еркелетеді емес пе? Сендерді қалай еркелетеді? Пікірге жазып кетіңіздер. Мен оқитын боламын. Видео ұнаса, суретті әдебиет каналына жазылып, достарымызды шақырайық.